Қазақтың дүниетанымында қайын жұртқа сенгеннің төбесі ойық деген сөз бар. Мына әйел менің жауап беруімді талап етіп қайта-қайта жазған екен. Бір үйдің жалғыз қызы болса, сонда күйеу өзінің енесін қарттар үйіне апарып тастау керек па деп. Біріншіден, күйеу қайын жұртқа барып тұрғанменен қанша жерден жақсы болса да, ол әулеттің ұрпағын жалғастыра алмайды. Екіншіден, қыз өзінің төркінінде тұрып, әйелдік келіндік міндетін атқара алмайды. Яғни әкесінің алдында ата енесіне, үлкендерге сәлем сала алмайды. Үлкендерге сәлем салмаған келін ол салт дәстүрді таптағанмен бірдей. Ал салт дәстүр тапталған жерде береке болмайды, себебі әрбір біздің салт дәстүрімізде қасиет бар. Үшіншіден, әйел күндердің күнге түптің түбінде бір рет болсын, бұл менің үйім деген сөзді айтады. Бұл сөзге есі бар еркек шыдай алмайды. Ал күнім өтсе болды, қарным тойса болды дейтін ез біреу болатын болса, онда жүре беруі мүмкін. Сондықтан еркек болып өз жұртында өсіп өнуі керек. Егер қыз үйдің жалғыз қызы болатын болса, онда күйеу ата енесін, егер болса барлығы, өзінің қолына алып бақсын. Сонда әйелдің тілі қысқа болады. Ал әйелдің тілі қысқа болған кезде үйде, отбасында проблемалар да аз болады.